әскерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету қорғаныс министрлігінің басым бағытының бірі. Бұл мақсатта бізде жүйелі жұмыс жасалып келеді. Мектеп тарапынан әлеуметтік қолдау бар, бірақ заңға енген соңғы өзгерістер бірқатар қиындықтарды туғызды. Мемлекеттік органдармен бірге шешіп жатырмыз. Сіз басқарып отырған отбасы банкіне де қордаланған сұрақтар бар. Оның ішінде әскерлерді жеңілдетілген несиелермен қамтамасыз ету және өзге де мәселелер бойынша өтініш және тілектеріміз бар. Я понимаю, что у нас есть спецпостановление, мы его приняли. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазіргі таңда ипотекалар болады. Соның ішінде әскери баспана бағдарламасын отбасы банкі тағы да іске қоспақшы. Өздеріңіз білетіндей, ол 2019 жылы соңғы рет болған болатын. Сол себепті осы және басқа да сұрақтарды көтеріп, бүгін екі жақты келіссөздер жүргіздік, сөйлестік. Енді болашақта нәтижесін көретін боласыздар.